Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоны соңына дейін қараңыз, өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Халық емінде көптеп қолданылатын құйрық майдың ерекше емдік қасиеттерін айтамын. Құйрық май науқастарға өте пайдалы, шипалы ем ретінде қазақ елінде кеңінен қолданылып келеді. Құйрық май қанша майлы болса да, ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі. Майдың құрамында амин қышқылдары мен В тобының және А, Е дәрумендері өте көп. Егер менің арнамды қарап отырсаңыз, маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетуіңізді сұраймын. Де болмашы ғана әрекет мені шабыттандырады. Бұл әдісті әсіресе түнгі уақытта қатты жөтел қысып, ангина көтеріліп, тамақ ауырып, қатты жөтел басылмай кеткен уақытта бүгінгі әдісті жасап, тамағыңызға жасап қойсаңыз, 5 минуттың ішінде тамақтың жыбырлағаны да, ауырғаны да басылады. Жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыз. Майды жұқалап, осылайша төртбұрыштап турап аламыз. Бұл майдың тез еруіне көмектеседі. Арнайы ыдыстарды алып, баяу отта қызып тұрған табаға осылайша саламыз. Ерігенше осылай қозғап араластырып тұрамыз. Май осылай пайда бола бастайды. Майы толыққанды шыққанша отта ұстап, майды суытпай, шыны ыдысқа, қақпағы жабылатындай ыдысқа құйып аламыз. Еріп тұрған сәтінде құю өте жеңіл болады. Енді таза ыдысымызды алып, бір рет қолдануға шамамен бір ас қасықтай құйрық майды ерітіп, бір ас қасықтай спирт немесе арақты алып араластырып, қызып ерген уақытта арнайы ыдысқа салып, екеуін жақсылап араластырып, дәкеге марлыға арасына мақта салып, сіңетіндей етіп мақта салып, түнгі жатар уақытта жөтел қатты мазалаған кезде тамаққа салып, бір шарфпен немесе арнайы матамен тамағымызға, яғни жұтқыншағымызға азанға дейін таңып жатсаңыз, өте жақсы көмектеседі. 5 минуттың арасында тамақтың жыбырлағаны, қышығаны, ауырғаны қояды, қырықты жақсы шығарады, ангинаны басады. Бұл әдісті температура кезінде жасамауға кеңес беремін. Мен бұл әдісті 15 жылдан бері жасап келе жатырмын. Балаларыма да, өзімізге де, барлығын ересек адамдарға да пайдаланамыз. Өте жақсы көмектесетін әдістердің бірі. Бұл емді жасап көріңіздер, пайдалы болатынына сенімдімін. Ұрмаңыздар, ем болсын.